Құрайзалар 25 күнге созылған қорғаныстан соң амалдары құрып мұсылмандарға беріледі. Соңғы рет өздеріне қатысты үкім шығару үшін қазы тағайындалуын Алла елшісінен өтінеді. Алла елшісі олардың өтініштеріне асхабымнан өз қалауларың бойынша қазы болар адамды таңдаңыздар дейді. Құрайза бір ауыздан Сағыт ибн Муаздың үкіміне разы екендіктерін айтады. Сағыт ибн Муаз Хандақтағы ауыр жараланып, соны емдету үшін пайғамбар мешітіне барғанды. Әуестер оны пайғамбарға алып келеді. Әзірет Расулла: «Уа Сағыт, мыналар сенің шешіміңе бас иетіндіктерін білдірді. Не айтасың?» деді. Сағыт: «Уа Расулла, Алла оларға тиесілі үкімді саған білдірген болу керек. Сен Алланың әмірін орында» деп жауап берді. Әзірет Расулла: «Солай, дегенмен сенің үкіміңді естек деп едік» деді. Сағыт: «Уа Расулла, Алланың үкіміне сай болмай қалсам деген қаупім бар» деп ішкі күмәнін білдірді. Пайғамбарымыз сонда да: «Уа Сағыт, сен айтарыңды айт» деді нығарлап. Әуестер Құрайзалардың ескі одақтасы еді. Сол себепті Әзірет Сағыт соларға қарап: «Құрайзалар хандықтағы шешімді қабылдайтындықтарыңа уәде бересіңдер ме?» деді. Олар бір ауыздан келісім берді. Әзірет Сағыт ибн Муаз қазы болғандықтан Расулланың да үкімге разылығын алуға тиіс еді. Алла Расулы сондай жерде сахабалармен сұхбаттасып отырған. Пайғамбарымызға деген құрметінен оның атын атап сұрауға бата алмай: «Ана жерде отырған кісі де менің үкімімді қабылдауға Алла атымен уәде береді ме?» деді. Алла елшісінің «Иә» деген жауабынан соң Сағыт Құрайзалардың қамалдан түгел шығуын талап етті. Яһудилер қару-жарақтарын тастап берілген соң Сағыт ибн Муаз үкімін жария етті. «Мен яһудилердің балиғатқа жеткен адамдарының өлтірілуіне, дүние мүліктерін мұсылмандарға үлестіріп берілуіне, әйелдер мен балалардың құлдыққа алуына үкім шығардым. Пайғамбарымыз Сағыттың үкіміне дән риза болып, сенің шешімің 7 қат көктегі Алланың үкіміне сай келді» деді. Шындығында да Әзірет Сағыт ибн Муаздың Құрайзалар туралы тоқтамы Мұса пайғамбардың шариғатына саймасай. Тәураттағы үкімнің баяндалуы былай: «Қандай бір қалаға шайқасқалы барсаң, алдымен ол халықты бейбіт келісімге шақыр. Егер осыған келісіп қақпаларын ашып бағынса, салық төлеп саған қызмет етсін. Алайда сенмен келіспей соғысар болса, қоршауға алғайсың. Алла оларды саған мойынсындырған сәтте еркектерін қылышпен өлтір. Әйел бала-шағаны, мал-мүлік олжаны Алланың саған берген дұшпандардың олжасын түгелдей пайдаға асырғайсың». Яһуди Құрайзалар Тәураттағы үкімге амалсыз бас иіп берілген жазаға келісті. Пайғамбарымыздың әмірімен балиғатқа жеткен еркектердің қолдары байланып Мәдинаға келінді. Мал-мүлік түгелдей жиналды. Олжаның 5-тен 1 мемлекет қазынасына беріліп, қалған бөлігі мұсылмандарға үлестірілді. Еркектері өлтірілді. Шариғат заңына сәйкес қоршау кезінде жоғарыдан талыс лақтырып, бір сахабаны шейіт қылған Нубата атты әйел де өлім жазасына кесілді. Бұрын мұсылмандарға жақсылық жасаған бірнеше Құрайзалыққа сахабалар өтінішімен кешірім жасалды. Осылайша Мәдинаның айналасы зиянды әсерлерден тазартылды. Ұзақ уақытқа дейін мұсылмандар тыныш, ұрыссыз күндер өткізді. Салман Фариси бұрын яһудилердің құлы болған. Пайғамбарымыз бір күні оны қасына шақырып алып: «Қожайыныңның сенің азаттығыңның құнына не сұрайды? Барып біл» дейді.
Әзірет Салман қожайынына мән-жайды түсіндіреді. Қожайыны 300 құрма ағашын егіп, онымен қоса 1600 дирхам алтын берсін, босатам деп жауап береді. Салман Фариси қожайынның талабын пайғамбарымызға жеткізеді. Пайғамбарымыз асқабына бауырыңызға көмектесіңіз деп бұйырады. Бұны естісімен-ақ сахабалар өз араларында 300 құрманың тұқымын жинайды. Құрма тұқымы жиналған соң Алла елшісі: «Уа Салман, сен мына тұқымдарды егетін 300 шұңқыр қаз, біткен кезде маған хабар бер, тұқымдарды өз қолыммен егейін» дейді. Сахабалардың көмегімен Салман Фариси шұңқырларды қазып шығады. Мұнан соң пайғамбарымызға хабар береді. Расулла өз қолымен құрманы егіп шығады. Сол жылы пайғамбарымыз еккен құрма ағаштарының барлығы жеміс береді. Осылайша Салман Фариси Бәни Құрайза яһудилеріне қарыз болған құрма ағаштарының құтылады. Құрма ағашының қарызын құтылған Салманның тек алтын төлемі қалады. Бір күні Расулла Салманды шақырып алып, бір дөңгелек алтынды беріп: «Уа Салман, мынаны алып қарызыңнан құтыл» дейді. «Уа Расулла, бұл жетпейді ғой» деп жауап береді Салман. Алла Расулы алтынды қайтадан қолына алып, қасиетті түкірігін жақты да: «Алла сені қарызыңнан осымен құтқарады» дейді. Салман қожайынына әлгі алтынды бөліп 1600 дирхам өлшеп берсе де, әлгі жұмыртқадай алтын сол күйі қолында қалады. Хижреттің 5-ші жылында Мәдинада үлкен жер сілкінісі болды. Пайғамбарымыз осы оқиғаға байланысты: «Раббыңыз сіздердің өзі риза болатын халге келгеніңізді қалайды. Сондықтан да сіздер тәубаға келіп, Алланың разылығын тілеңіз» деген. Алланың елшісі осы сөзі арқылы дүниедегі жақсылық атаулының, бәле-жала, қауіп-қатердің болып болмауы да адамдарға байланысты екенін айтқан. Хижреттің 5-ші жылы Жұмадил-Ахир айында ай тұтылады. Ай тұтылып біткенге дейін пайғамбарымыз мұсылмандарға хусуф намазын қылдырады. Күн мен ай тұтылғанда оқылатын намаз 2 ракаттан тұрады. Сүннет боп саналады. Рукух және сәжде нәпіл намаздарындай. Бұл намаздарда азан, қамат оқылмайды. Тек хусуф намазын оқитын кезде намазға жиналыңдар деп шақырады. Расулла бір құтпасында: «Күн мен ай біреудің өлімі не дүниеге келуі себепті тұтылмайтыны шүбәсіз. Олар Алланың құдіретін, ұлылығын көрсететін екі белгі. Сіздер мен күн мен айдың тұтылғанын көргенде намазға тұрыңыздар» деген. Жахилия кезеңінің адамдары күн, ай үлкен бір адамның құрметіне тұтылады деп сенген. Пайғамбарымыз осы соқыр сенімді жойып, күн мен айдың тұтылуы Аллаға ерекше ғибадат қылудың уақыты екенін ескерткен. Ондай сәтте адамдар бос нәрсемен шұғылданбай арнайы ғибадат ету қажет. Ғибадат пен дұғаның себебінде және нәтижесі Алланың әмірі мен ризашылығы, ал пайдасы ақыреттен күтілуге тиіс. Егер намаз бен ғибадаттан осы дүниеде пайда көзделсе, жалған дүниелік мақсатқа қол жеткізу үшін жасалса, ондай намаздың өзі күмәнді. Сондықтан күн мен ай тұтылғанда да солар тезірек ашылсын деген ниетпен намаз оқылмайды. Күн мен айдың тұтылуы сондай ғибадат жасаудың уақыты жетті деп біліп, Алланың разылығы үшін намаз қылынуы керек.